Қайырлы күн, құрметті студенттер. Бүгін біз механикалық тербелістер және оның ішіндегі математикалық маятникті демонстрациялық жұмыс арқылы, яғни феткаларда сайтымен түсіндіретін боламыз. Бізде жалпы маятник деген не екенін түсіндіре кететін болсам, ол дегеніміз массалық центрі іліну нүктесінен төмен тұратын, яғни ілініп тұрған дене болып табылады. Ілулі дене болып табылады. Яғни бізде математикалық маятниктің математикалық формуласы физикада бұл Т тең 2π, яғни период тең 2π түбірасты L бөлінген G формуласымен анықталады. Бұл жерде біз оның ұзындығына, яғни тура пропорционал екенін көреміз. Ал енді ол формуланы мына демонстрациялық жұмыс арқылы дәлелдеп көрейік. Бірінші, біз екі денені алдық. Біреуі 1 метр, екіншісі 70 сантиметр. Және олардың ауытқу бұрышын бір бұрышқа орналастырамыз. Бірдей бұрышқа. Сөйтіп, олардың екеуін мұнда жібереміз. Біз көріп тұрғанымыздай бұл мына жерде гравитациялық күш, яғни жерде тұр деп есептелінеді. Яғни ешқандай кедергісіз жоқ. Яғни икіліс күшін ескермейміз мына жерде. Бұл жерде ұзын, яғни ұзындығы артық дененің периодының үлкен екенін, яғни бір тербеліске көп уақыт құртатынын байқап тұрмыз. Енді келесі бір мысалға келетін болсақ, біз екі дененің де ұзындығын бірдей қыламыз. Және де олардың массасын біреуін 50, яғни 0,5 килограмм, екіншісін 1,5 килограмм аламыз. Үстемізде бірдей бағытқа ауытқытамыз. Мінекей, бірдей бағытқа ауытқыттық. Бізде посық батырмасын басамыз. Мінекей. Біз бұл жерден оның дененің массасына ешқандай қатысы жоқ, яғни тәуелді емес екенін, математикалық маятниктің дененің массасына тәуелді емес екенін анықтаймыз. Және де бұл жерде тағы бір маңызды шама, бұл жиілік. Жиілік дегеніміз 1 секунд ішінде бірлік уақытта дененің жасаған тербелістер саны болып табылады. Бұл, яғни периодқа кері пропорционал герцпен өлшенеді, немесе 1 бөлінген секунд. Рахмет.